Коммедия YouTube социал тармағының әзиз ықласпенкері. Бүгін Қанлыкөл хабарлары газетасы редакциясы жәмәті Қанлыкөл районы Арзымбетқұм ауыл бұқаралар жиынына жетіп келді. Бізден ұзақласпаң. Қанлыкөл районы Арзымбетқұм ауыл бұқаралар жиынында жайласқан 17 салы Ұлыма орта білім беру мектебі директорымын. Қазіргі күнде мектебіміздің қуаттылығы 190 орынға мөлшерленген. Қазіргі күнде 175 оқушы тәлім-тәрбие алып келмекте. Мектебімізге тоқтап өтетін болса, қазіргі күнде 11 класс оқып жатырыпты, тәлім-тәрбие алып жатырды. Hamda жетіскерліктеріміз жүдә көп болып есептелінеді. Ең бірінші кезекте 11 класс оқушым Махмудова Айсулу студенттер қатарына қосылды, мүддетінен алдын студент болуға ерісті. Жетіскерліктеріміз жүдә көп. Әрбір биылғы оқу жылында 10 біткерушіміз бар. 10 біткерушімізден 8 сертификатқа ие. Студентінен алдын бір оқушымыз студент болған болса, қалған үшеуінде екеуден сертификатқа ие. Басқа да спорт тарау бойынша да жетіскерліктеріміз жүдә көп. Республикаға, вилаятқа шығып жатыр. Көркем гимнастика бойынша, шахмат, шашки бойынша, басқа да олимпиадалар бойынша да, пән олимпиадалар бойынша да көплеп республикаларға шығып жатырыпты. Жетіскерліктерге де ерісіп келмектеміз. Қазіргі күнде бір ватан, бір халық болып, жаңа өмір, жаңа келешек жаратамыз ұраны астында оқушыларымызбенен біргелікте ғаресіздігіміздің 35 жылдығына үлкен көтеріңкі рухта таярланып жатырмыз. Бір ватан, бір халық болып, жаңа тұрмыз, һәм келешек құрамыз. Президентіміздің ітібары менен халыққа медициналық жағдайын жақсылау үшін барлық қолайлы шариғатлар жаратып берілген. Арзымбетқұм АПЖ аймағында 18 шаңырақ поликлиникасында халыққа медициналық қызмет көрсету үшін жетерлі дәрежеде шариғатлар жаратылған. Баршаңызды Өзбекстан Республикасы ғаресіздігінің 35 жылдық байрамы менен шын жүрегімнен құттықтаймын. Ғаресіздігіміздің 35 жылдық байрамына халықтың кайфиятлары жақсы. Мен де өзім 3 коробка пілле құртын алып бағып жатырмын үйімде. Құдай қаласа халықтың байлығы ғой бұл да. Ғаресіздік байрамы құтлы болғай Құдайым. Еліміз тыныш болғай, һәм мені осындай жақсы ниеттерге жеткере берсін. Ел халқым үшін қызмет етуге еш шаршамаймын. Мінекей бүгінгі күнде ярым таяр өнімдерін шығарып жатырмын. Осы пельмен, манты, бөрек, жөргіртік, самсаның қамырларын таярлап шығарамыз. Міне қол астында 8 қыз жұмыс істейді. Мінекей қала берсе, бос отырған әйел қызларды жұмыспен тәмелеп жатырмын. Терек тамыры менен, адам халқы менен деген даналық сөз бар. Бірақ бүгін біз терең тамырлы, мол зұраятлы үлкен бір байтерек хақында сөз етпекшіміз. Яғни бір шаңырақтың кәсіп һәмде өмір мектебі. Бір шаңырақтың астында 4 әулеттің ұшырасуына куә боламыз. Туылдым. Әкешем атызып жұмыста болды. 27 жылға дейін 7 жасты болдым. Сосын мен қазір болып кеттім 16 жасында. Үлкен трактордың ішінде айдап қызмет істедім. 19 жасында курсты болып, сонан кейін өзіме міндетлі минетімді алдым. 20 жыл Тыбастия обработкада болдым. 31 жыл үлкен нан трактор алып, экскаватор трактор. Менен ешнәрсе қалған жоқ балам. Комбайннан көрдім, барлығын көрдім, мектің барлығын. Бақтара трактор жоқ, жер аударып, кесекті аударып, кесекті майдалап, өгізбен, атпен, бір қарақтан шығытта егеді. Трактор жоқ ешқандай. Төменедер арқылады. Замандар жақсыланды, адамдарым жақсы, үрметленді, темелерім жақсы, тұрмысам жақсы. Не зат болса да ardına kelip turdu avgadı, şumusu. Bұрынға қарағанда көп жақсы бала. Білімлі oldu adamlar. Балалар өсіп жатыр. Бақсы жақсы, оның үстіне президентім келді, президентім өмір жасы ұзақ болсын, Құдайым. Өзбекстан, Қарабақстан гүлене берсін.
ырысынысы мол болсын, Құдайым өмір жасы ұзақ болғай. Hem paragaçlık özümüzün yelde amaçların birge paragaçlık болып тұр. Бұған шүкірлік етіп барым. Халыққа жақсы қарап жатыр. Кемі жоқ. Құдайымыз өмір жасы ұзақ болсын, Құдайым. 35 жылдық байрам оңымызға барым бірге. Бұндан да жақсы болғай. Байрамымыз бір құтлық қадам болсын. Ел халқымыз абаданшылық болып, парағашылық болғай. Өмір жасы ұзақ болғай. Әммесі жақсы. 6 қыз, 6 бала бар. Оны өсіп атарды, Құдан бергені. Ақшық, шаулық, енді құлыққа Құдан қадамым болғай. Мен Иньятова Аруха Мұратбайымна, Арзымбетқұм ауыл қалажының жастар жетекшісімін. Осы жастар жетекшінің тек арғы вазипасы жастардың осы уақыттың мазмұнын өткеру һәм бәлтілігін тәмелеу есептелінеді. Біздер махалла жетілігімен біргелікте жастардың осы уақыттың мазмұнын өткеруде көптеген тәдбірлер алып бармақтамыз. Құрметті президентіміз белгілеп бергендей, әрбір жастың келешегіне бек барық болмауымыз шарт. Арзымбетқұм махаллемізде 3500-ден астам халық саны болып, соның 0-30 жас болса 1500 жастарды құрайды. Қазіргі күнде 14-30 жас болса 746 жас болып, солардың ішінде жұмыссыз жастарды 2026 жылда индивидуал дәрісімізге айырып алдық. Жұмыссыз жастар қатарына кірген жастарымызды болса, жұмысқа жайластырып, кіші бизнесін тәмелеуді, жолға жүртуді жеңілдетілген кредиттер алып берілмекте. Жастардың бәлтілігі тәмінленген болса, бос уақыттың мазмұнын өткеруде 5 басылым олимпиадалар hamda пән олимпиадаларына mahallemiz жастар белсене қатынасып келмекте. Сол қатары ментальный математика тарауына, ментальный арифметика бойынша Нөкіс қаласы, Ташкент қаласы, Дубай қалаларына барып орын алып келмекте. Пән олимпиадалардан болса, Өзбекстан көлемінде олимпиадаға қатынасып, сыйлы орынды алып келмекте. Арзымбетқұм ауыл қалажының тек арғы драйвері ауыл қожалық һәм шаруашылыққа арналған болып, әрбір қанадалары алдында қиттағы жерлерді, тамырға жерлеріне үнемді пайдаланып келмекте. Сол қатар айтып өтетін болсам, жас шаңырақлар һәм жұмыссыз жастарымыздың үй алдындағы тамырхаларына назар тастайтын болсақ, жүдә көз қуанарлы дәрежеде өнімдерді жеткіздіріп келмекте. Бұндан біздер не демекшіміз? Халқымызды сапалы өнімдерменен базар расталарын толтырып келмектеміз. Өзбекстан Республикасының қаресілігіміздің 35 жылғы нәсібетіменен барлық бүткіл халқымызды Арзымбетқұм махалле жастары атынан шын кеуілден құтылып қаламыз. Аспанымыз ашық болсын, хәмеше еліміз тыныш болсын. Құрметті президентіміз аман болсын. Азизлер, көріп куәсі болғаныңыздай, бүгін біз сіздерменен біргелікте Қанлыкөл районы Арзымбетқұм ауыл бұқаралар жиыны жастар жетекшісі Арухан Иньятова менен біргелікте атасы Мұратбай ағаның шаңырағына бардық. Ата-ана тәрбиясын өз бойына сіңдірген перзентлер ешқашан бағдардан адаспайды. Бір кәсіптің ізін алған, оларды тәрбиялаған Мұратбай ата һәм Бибраба апаның шаңырағына аманшылық тілейміз. Міне осы шаңырақ мысалында біз Арзымбетқұм ауыл бұқаралар жиыны тұрмысын сіздерге көрсетуге харекет еттік. Бізден ұзақласпан, Кан Медиа YouTube социал тармағына ағза болуды ұмытпаң. Баршасы еле алдымда.